Армысыздар, менің есімі Әйгерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымда жалпы келесі 2020 жылы қазақстандықтарды қандай өзгерістер күтіп тұр, сол жайында айтпақпын. Әрине, өзгерістер өте көп, сондықтан да бәрін тізбектеп сіздерге айтып берейін. Сонымен келесі жылдың ең басты жаңалығы. 1 қаңтардан бастап еліміздегі барлық көп балалы отбасы табысына қарамастан жәрдемақы алады. Яғни 4 және одан да көп, немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студенттері бар көп балалы отбасыларға берілетін болады. 4 баласы бар отбасылар 42.496 теңге алады. 5 балаға 53.127 теңге төленеді. 6 балаға 63.757 теңге. 7 және одан да көп балалары бар отбасылар 74.388 теңге төленеді. Яғни бұл жаңағы өте аз ақша алатын, жалақы алатын, немесе өте көп жалақы алатын отбасылар бәріне бірдей беріледі. Алайда жаңа жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмекті төлеу жүйесі өзгереді. Бұл жерде мұқият тыңдап алыңыздар, себебі енді 6 немесе 12 айға берілмейді. Бұрынғыдай атаулы әлеуметтік көмек енді 90 сайын ғана тағайындалып отыратын болады. Сонымен қатар, егер отбасының еңбекке жарамды мүшесі мемлекет ұсынған жұмыстан бас тартса, атаулы әлеуметтік көмек бүкіл отбасыға тоқтатылады. Сондай-ақ, атаулы әлеуметтік көмек алып жүрген отбасылардың балаларына кепілдендірілген әлеуметтік пакет беріледі. Бұл жайында мен соңғы шығарылымда айтқанмын. Астында ссылкасын қалдырамын. Яғни мектеп жасына дейінгі балалар азық-түлік және гигиеналық құралдармен қамтылса, мектеп жасындағыларға тегін ыстық тамақ мектепте, мектеп формасы мен оқу құралдары беріледі. Күнделікті мектепке барып келуге жұмсалатын жол шығыны да өтелетін болады. Келесі жаңалығымыз бұл мұғалімдерге қатысты. Кейбір мұғалімдерге 2,5 миллион теңгеге дейін сыйақы төленетін болады. Бұл қандай мұғалім дейсіздер ғой? Бұл жаңағы жыл мұғалімі, үздік мұғалім деген атаққа ие болған мұғалімдерге 2,5 миллион теңге сыйақы төленетін болады. Сондай-ақ 1 миллион теңгеге дейін сыйақыны кейбір ұстаздар алады. Ол ұстаздар жаңағы олимпиадада, халықаралық, республикалық деңгейдегі олимпиадалардан бірінші орын алған, үздік шыққан оқушыларды тәрбиелеген, сол оқушылардың жаңағы оқытушысы болған ұстаздар, мұғалімдер 1 миллион теңгеге дейін сыйақы ала алады. Сондай-ақ 2020 жылдан бастап, 1 қаңтарынан бастап мұғалімдердің жалпы бүкіл мұғалімдердің жалақысы 25%-ға. Мәдениет саласы қызметкерлерінің айлығы 35-50%-ға, әлеуметтік сала қызметкерлерінікі 30-60%-ға өседі деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ келесі жаңалығымыз 2020 жылы ең төменгі базалық зейнетақы 800 теңгеге ұлғайып 16.839 теңгені құрайтын болады. Биыл ең төменгі зейнетақының мөлшері 36.108 теңге болса, келесі жылы 38.636 теңгеге жетеді. 2020 жылдың басынан қазақстандықтардың зейнетақы инфляция деңгейіне қарай өседі. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 31.183 теңге, ең төменгі жалақы 42.500 теңге, айлық есептік көрсеткіш 2.651 теңгені құрайтын болады. Бұны неге айтып отырмын дейсіздер? Себебі, жыл сайын айлық есептік көрсеткіштің өсіп отыруына байланысты мемлекеттен балаларға, мүгедектерге асыраушысынан айырылу бойынша аса зиянды және ауыр жұмыстарда еңбек ететін адамдарға төленетін әлеуметтік жәрдемақылар да көбейеді. Сондай-ақ келесі жылдан бастап енді келесі жаңалығымызға тоқталып өтсек, бұл енді жаңағы ұстаздарды қамтыдық, енді бұл студенттерге қатысты. Стипендия көтеріледі. Қасым-Жомарт Тоқаев, жаңағы мемлекет басшысы, 2020 жылдың 1 қаңтарынан студенттердің шәкіртақысын 25%-ға ұлғайтуды тапсырған болатын. Сонымен келесі жылдан бастап студенттердің стипендиясы былай өзгереді. Бакалавриатта 20.949 теңгеден 26.186 теңгеге дейін ұлғаяды. Магистратурада 53.530
30 теңге алатын студенттеріміз 66.900 теңгеге дейін алатын болады. Докторантурада оқитындар 81.000 теңге алып келсе, енді 102.000 теңге стипендия алатын болады. Сонымен, бұдан басқа келесі өзгерісіміз ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылады. Әрине, 2 жыл бойы осы жазда немесе келесі жылы қосылады деп айтып келіп еді, енді нақты 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске қосылатын болды. Бұл дегеніміз нені білдіреді? 2020 жылдан бастап елімізде пациенттерді қабылдау мен емдеу жаңаша жүргізіледі. Оған себеп Қазақстан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін қосқалы жатыр. Бұл дегеніміз жаңағы 1 қаңтардан бастап жұмыс берушілер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушылар медициналық сақтандыру қорына жарна аударуға міндетті болады. Демек, жұмыс берушілер үшін жалақы қорының 2% аударылады, жұмысшылар үшін еңбекақының 1%, жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке практикамен айналысатын тұлғалар ең төменгі жалақының 5%-ын. Жаңағын айтып өттім, ең төменгі жалақы қанша екенін. Азаматтық құқықтық сипаттағы келісім шартпен жұмыс істейтіндер 1%-ын, жаңағы табысының 1%-ын аударып отырады. Олар әрине гонорармен жұмыс істейді, жаңағы гонорар бойынша осы айда қанша жалақы алды, соның 1%-ын аударып отырады. Өздігінен төлеушілер ең төменгі жалақының 5%-ын төлейді. Ең төменгі жалақының, бұл оның жаңағы алатын жалақысының емес, ең төменгі Қазақстан бойынша бекітілген жалақының 5%-ын төлейді. Ал жеңілдікке ие азаматтардың 15 санатына мемлекет жарнаны қорға өзі аударады. Енді басқа тағда бір өзгеріске келетін болсақ, біреулер өкінуі мүмкін, біреулерге бұл жаңалық ұнауы мүмкін. Бұл қандай дейсіздер ғой? Енді жалақысы жоқтарға және де жалақысы жаңағы төменгі күнкөріс деңгейіндегі жалақы алатын кісілерге кредит берілмейді, өкінішке орай. Ал күнкөріс деңгейі 2020 жылдың қаңтарынан бастап 31.183 теңге болады. Осы деңгейде жалақы алатын кісілерге кредит берілмейді. Бұған қоса жаңағы жұмыс мүлде істемейтін кісілерде кредит ала алмайды. Өйткені банктен қарыз алу үшін соңғы 3-12 айдағы ресми табысты көрсету қажет болады. Сонымен қатар банктерге азаматтардың кредит бойынша берешегі 90 күннен асып кеткен жағдайда комиссия есептеуге тыйым салынады. Бұл жақсы жаңалық. Енді тағы да бұл енді кәсіпкерлерге қатысты табыс салығынан кімдер босатылады дейді. Иә, табыс салығынан 2020 жылдан бастап 3 жылға шағын және орта бизнес субъектілері, микро және шағын бизнес субъектілері табысқа салынатын салықтан 3 жылға босатылады. Алайда бұл өзгеріс жер қойнауын пайдаланушылар, акциздік өнім өндірушілер, ойын бизнесі, сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қатысты емес. Бұдан бөлек шағын және орта бизнеске 3 жылға тексеріс жүргізуге мораторий жарияланды. Бірақ бұл тексеріс мүлде болмайды деген сөз емес, себебі кедендік тексеріс, кезекпе салық тексерісі, қылмыстық іс аясында жеке салық төлеушінің өтініші бойынша өз қызметіне қатысты жүргізіліп жатқан тексерістер қала беретін болады. Енді келесі жаңалығымызға тоқталсақ, келесі жаңалығымыз әрине көптеген машина жүргізушілеріне ұнамауы мүмкін. Жалпы тек қана машина жүргізушілеріне ғана емес, сондай-ақ бүкіл халыққа. Себебі бізде білесіздер, бензиннің бағасы көтерілсе, бүкіл жаңағы азық-түліктің немесе жаңағы бірінші қажетті тауарлардың, киімнің, тағы басқа тауарлардың бағасы өседі. Иә, демек бұны неге айтып отырмын дейсіздер ғой? Себебі бензин бағасы өседі дейді. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бензин акцизі 2 есеге дейін көтеріледі. Тоннасына 10.500 теңгеден 24.400 теңгеге дейін өседі. Демек, бұл өз кезегінде бензин бағасына әсер етеді. Бензин бағасы литріне 10 теңгеге өседі деп болжанған, бірақ бұл енді белгісіз. Мысалы, яғни 1 литр үшін акциз 8 теңгеден сатылса, енді 18 теңгеге дейін
ұлғаяды. Бұл өзгерістер биыл айтылған, ұсынылған және де қабылданған заңдары бойынша енгізіледі. Сонымен келесі жылы тағы да басқа да өзгерістер орын алып жатса, немесе басқа да жаңадан заңдар қабылданып жатса, ол жайында да сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Мені тамашалағандарыңызға көп рахмет. Сау сәлеметте болыңыздар. Барлық ақпаратты менің каналым арқылы біліп жүріңіздер. Білген адам, орысша айтпақшы жаңағы, кто знает, тот вооружен. Сау сәлеметте болыңыздар.